Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен Part 2, екінші бөлім, Lesson 3, үшінші сабақты өтетін боламыз. Мұнда қарадық, грамма. Мұнда біз зат есімнің көпше түрін өтетін боламыз. Қазақ тілінде зат есімді көпше түрге айналдыру үшін ларлер, тартер деп жалғаймыз. Дәл солай ағылшын тілінде көпше түрге айналдыру үшін S әрпін жалғайды екенбіз. Енді қарадық, мұнда бір кітап тұр, Кітапты қалай айтамыз балалар? Book. Кітаптар, books, Яғни біз көпше түрге айналдыру үшін ағылшын тілінде S әрпін жалғайтын боламыз, Есте сақтаймыз балалар. S әрпін жалғайтын боламыз. Енді қарадық. Мұнда суретте көрсетілген бұл, мынау, анау деген мына жерде сілтемелер, Мұнда бірінші көрсетілген This is a pen деп тұр, Бұл не деп тұр? Pen. Pen деген ручка, This is a pen деп тұр. Егер бір зат жақында тұрса, біз this'ді қоямыз. Екіншісін қарадық. This, this. Екеуінің айырмашылығы. This созылым қайтылады, мынау қысқа айтылады. This. These are rubbers. Қарадық. Are rubbers. Esті байқадық па көпше түрде, Бұл не дейді? Rubbers деген өшіргіштер дейді. Келесі, егер бір зат алыста тұрса, біз зат дейміз. Қарадық, мұны бір зат алыста тұрса, зат дейміз. That is a book. Егер екі немесе одан да көп зат алыста тұрса, біз those дейміз. Those are rulers, Rulers. Яғни, қайталап өтейік. Егер бір зат жақында тұрса, this. Егер екі зат жақында тұрса, this. Егер бір зат алыста тұрса, that. Егер екі немесе одан да көп зат алыста тұрса, those. Келесі, exercise 1. Бірінші жаттығу. Write дегеніміз жазу. Write the plurals. Plurals дегеніміз көпше түр. Яғни біз мұна көпше тұрған зат есімдерді жазып шығуымыз қажет. Бірінші қалам. Қаламды біз ағылшынша қалай айтамыз? Pencil дейміз. Егер есімізде болмаса, мына бетте біз өткенбіз, қарасақ болады міне. Қалам pencil. Енді біз көпше түрге айналдыруымыз керек. Көпше түрге айналдыру үшін біз қандай жалғаймыз? Жалғау S жалғаймыз, Енді жазамыз. Pencils. Көрінеді ма балалар? Pencils. Егер сұрақтарың болса, түсініксіз болса, комментарияға жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын және түсіндіретін боламын. Екіншісі, сызғыш. Сызғышты біз қалай айтамыз? Ruler, Енді сызғыштар деп айтатын болсақ, не жалғаймыз? S жалғаймыз. Rulers. Келесі төртіншісі, өшіргіш. Өшіргіш деген не дейміз біз? Тағы да rubbish дейміз. Егер ұмытып қалған жағдайларында, мына жақты ашсаңдар, мына жерде барлығы тұр, мына rubber. Енді өшіргіштер болса, біз S жалғаймыз. Rubbers. Екіншісі, бесіншісі, book, кітап, Кітаптар болса, қандай болады? Books болады. School. Bags. Жалғаймыз, Бірінші жаттығуды жасадық. Екінші, exercise 2. Екінші жаттығуды look, read and circle дейді. Қара, оқы және дөңгелекте дейді. Мұнда
тікелей мынау ережеге байланысты. Тағы да бір қайталап өтейікші. Егер бір зат жақында тұрса, біз this дейміз. Егер бірнеше зат жақында тұрса, this дейміз, иә. Егер бір зат алыста тұрса, that дейміз. Бірнеше зат алыста тұрса, those дейміз. Енді қарадық. Мұнда біріншісінде көрсетілген, иә. Desk is that. Desk is blue. This desk is blue. Екеуінің біреуін қоюымыз керек, иә. Мына балаға desk деген бізде парты жақын тұрма? Иә, жақын тұрса, біз this қоямыз. Екіншісін қарадық. Rubbers деген бізде өшіргіш, иә. Өшіргіш yellow дейді. Сары өшіргіш. Қаяқта тұр? Міне өшіргішіміз алыста тұр ма? Иә. Яғни бірнеше зат алыста тұрса, біз нені қоямыз? Міне көрсетілген зөзді қоямыз. Яғни мынаны бұлай белгілейміз. To circle. Келесі. This, that, pencil case is red дейді, иә. Анау пенал қызыл деп тұр, иә. Бір зат алыста тұрса, біз қайсын айтамыз? Міне алыста тұрса, бір зат. Төртіншісі. Notebook is blue дейді, иә. That notebook is blue. Ноутбугымыз біздің қасында тұр, иә. Яғни біз қасында тұрса, this дейміз. This notebook is blue. Келесі. Sharpeners are red. Sharpeners дегеніміз мынау, иә. Жақында тұр, иә. Жақында тұрса, біз this дейміз.